Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биылғы оқу жылындағы алғашқы информатика сабағына қош келдіңіздер. Біздің сабағымыздың тақырыбы біздің айналамыздағы ақпарат. Алдымен ойланайық, ақпарат ұғымы таныс па? Ақпаратты қайдан аласың? Енді бүгінгі сабақта үйренетініміз ақпаратты өңдеу, әртүрлі ақпараттарға мысалдар келтіру, ақпаратты ұсыну. Жалпы ақпарат деген не? Айналаңа, қоршаған ортаға көз салшы. Табиғаттың, адамдардың тіршілігін, көліктердің қозғалысын көресің. Түрлі құбылыстарға куә боласың. Яғни түрлі ақпарат аласың. Мысалы, біз терезеден қарап, бүгінгі ауа райының қандай екендігін туралы ақпарат бере аламыз. Еңбек ететін әрбір адамның қызметі де түрлі ақпараттарға толы. Ақпарат бізге қалай беріледі? Ақпарат бізге жазбаша, ауызша және қимыл қозғалыс түрінде де беріледі. Ақпарат тірі табиғатта да, өлі табиғатта да болады. Демек, ақпарат алмасудың алуан түрі бар. Ақпарат сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған ортада болып жатқан мәліметтер мен өзгерістер. Қоршаған орта ақпарат көзі. Міне қызық балалар, ғалымдардың деректері бойынша біз ақпараттың 81%-ын көру арқылы, 10%-ын есту, 4%-ын иіскеу, 3%-ын дәм сезу және 2%-ын сипат сезу арқылы алады екенбіз. Біз ақпаратты қалай қабылдаймыз? Біз ақпаратты көру, есту, иіскеу, дәм тату, сипат сезу арқылы қабылдаймыз. Ақпаратты алуға адамның сезім мүшелері қатысады. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Көз көру мүшесі, құлақ есту мүшесі, мұрын иіс сезу мүшесі, тіл дәм тату мүшесі болса, тері сипап сезу мүшесі. Көбінесе қолымызбен сипап сеземіз. Ақпарат адамға не үшін керек? Адам ақпаратты пайдалана отырып, белгілі бір мәселелерді шешеді. Жаңа ұғымдармен ақпараттар алады. Қажет болса, ақпаратты өңдейді. Мысалы, сен компьютерде мәтін жазасың, оны өңдейсің, қағазға басып шығарасың, пошта арқылы досыңа жөнелтесің. Демек, біз ақпаратты есімізде сақтап қана қоймай, өңдеп тарата аламыз. Бұл ақпараттық үдерістер деп аталады. Ақпараттың өзгеруі, оның өңделуі деп аталады. Ақпаратты өңдеген соң адам оны әрі қарай қажетіне жаратады. Информатика пәні компьютермен өте тығыз байланысты. Себебі ақпараттардың көбін компьютердің көмегімен өңдейміз. Информатика ақпараттық үдерістерді, ақпаратты іздеу, жинақтау, сақтау, жөнелту, пайдалану және өңдеуді зерттейтін ғылым. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Ақпарат деген не? Ақпаратты қандай сезім мүшелер арқылы қабылдауға болады? Ақпарат адамға қалай беріледі? Информатика ғылымы нені зерттейді? Ақпараттық үдерістер деген не? Себебін анықтайық. Суретке қарап, ақпараттың сезім мүшелері арқылы қабылдану туралы айтып бер. Неліктен ақпараттың басым бөлігі көз арқылы қабылданады? Талдап салыстырайық. Табиғаттың 4 мезгілінің суреттерін салыстырып, қандай ақпарат алуға болатынын талдап, зерттеп байып. Саған қандай жыл мезгілі ұнайды? Енді балалар, келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Суреттерге қарап, ақпарат көздері туралы мәтін құрастыр. Мәтінге атау қойып, компьютерде теріп, оны сақта.
Келесі тапсырма дәптерде орындаймыз. Кестені дәптеріңе толтыр. Ақпараттық үдерістер: іздеу, жинақтау, сақтау, жеңілту, пайдалану, өңдеу. Осы үдерістерге мысалдар келтір. Балалар, осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бағдаршам арқылы қорытындылаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.